Я знаю, что ты от меня хочешь. Секса, да, деп. Үйіне кірдім. Жүр спальныйға дейді, жүр деді. Шешіндірсе енді дейді. Енді отырды да сөйтіп ВК-мды ашсам, ВК-мда бір уведомление тұр, бір қыз жазыпты. Привет деген сообщение келеді. Кім мынау, не үшін жазып жатыр деп. Привет деймін. Екінші сообщение сразу. Я знаю, зачем ты мне пишешь. Я знаю, зачем ты со мной общаешься дейді. Ойлап қоямын, жындыма нахуй. Өзі жазып алып, я знаю, зачем ты со мной общаешься, я знаю, зачем ты мне пишешь деп жазып отыр. Бля, бас сықпей ма деп, ответ қайтармайын деп. Шештім деп, телефон қоя салдым, бля. Қуатын біреу ма деп. И сөйтіп сообщение келіп жатыр, я хуйсың деп бүйтіп қарасам. Сообщение жазып жатыр ғой енді. Я знаю, зачем ты мне пишешь, я знаю, что ты от меня хочешь. И сол сообщениеға өзі ответ беріп жатыр да. Секса, да, деп. Чего деймін? Тұрады, ну я же понимаю, что ты хочешь. Секса, давай, мә. Адресім дейді, адресін жазып жібереді. Тұрамда, пиздец қыздарың самостоятельный ма дедім оны. Өзі жазды, өзі бір сылтау тапты, өзі сол сылтауды сервисқа аударып жіберді. Тұрамда, ебать деймін, адресін жібереді, кел дейді. Адресті қарасам, сол менің ауылымның қызы екен. Енді хуй с ним дедім да, нахуй бардым. 2 километр жерде тұрады екен менің үйімнен. Похуй дедім да, бардым, пешком келдім. Жол жөнекей ойлап, кәдімгідей, бля, бір өлтіріп кетпесе екен деп ше. Сөйтіп үйіне келсем, сосын кір дейді үйге. Ауласында тұр ғой, кір дейді үйге. Ше деп кірдім. Кірсем үйінде братишкасы жүр. Ебать, братишкаң не істеп жүр десем, қазір айтам барып далаға бірдеңке істеп кел деймін. Қорқпа дейді, братишкам жүре береді ол дейді. Все дедім, братишкасына айтады, все, да, сіре дейді далаға. Братишкасы кетіп қалады, все деп кетіп қалады. Братишкасы уже үйреніп кеткен походу. Смену принял, смену отдал деп шеш. Кетіп қалады. Маған қарайды ғой енді. Білесің ба не істеу керек екенін дейді. Қаяқтан білсін ше өмірінде бірінші рет қыздың үйінде жүрген. Я деймін, білем деймін. Давай онда бастайық дейді.